қамыр елеп оның ашығанын күтіп отырмай-ақ бар жоғы 5 минутта өте оңай және де жұп-жұмсақ пицца пісіреміз. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға майонез, 20% қаймақ және де оның үстіне тұз салып, жақсылап біркелікті масса етіп араластырамыз. Жақсылап біркелікті етіп араластырып болғаннан соң шамамен 9-10 қасықтай ұн саламыз, тағы да біркелікті масса етіп араластырамыз. Осымен біздің пиццаға арналған қамырымыз дайын болады. Міндетті түрде пергамент қағазының үстіне осы қамырымыздың жарты бөлігін саламыз. Менде дәл осы граммен 2 штук пицца шықты. Қаласаңыздар кішкентай көлемдегі 3 пицца шығарсаңыздар да болады. Дәл видеодағыдай дөңгелек формасын шығарамыз, үстіне кетчуп жағамыз. Мен моцарелла сырын қолдандым. Кез келген сырды қолдансаңыздар болады. Бетіне колбаса қойып, қызып тұрған пеште 250 градуста шамамен 7 минут көлемінде пісіреміз. Одан артық ұстамаңыздар. Егер 7 минуттан көп уақыт ұстап кетсеңіздер, ол нан сияқты қатты болып қалады. Екінші пицца бізде тек қана сырмен, көріп тұрсаңыздар дайын болды. Өте жұмсақ және де дәмді болып шықты. Рецептін сақтап алыңыздар. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Керекті грамдардың барлығын осы видеоның астына жазып қалдырдым. Рахмет.